Сәлем қыздар, бүгін өте дамды болып шығатын венский вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен бізге 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін ерітілген 130 грамм сары майымызды қосамыз. Және де қыздар, мына жерде видеоға түспей қалыпты, жылы 150 грамм сүтімізді құямыз. 1,5 шай қасық разрыхитель қосамыз. Тағы да бір миксерлейміз. Соңында 210 грамм ұнымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді қызып тұрған вафельницамызда 1,5 ас қасық салып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің вафлиміз пісіп шықты. Суығаннан кейін сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер қыздар. Бетін қалыңшыса сан десеңіз болады. Мен мороженый мен ақ шоколадты бетіне қиып шықтым. Жасалу жолы өте оңай, вафлиларымыз дайын болды. Ас болсын.